Мен қазір құттықтаймын мама әнін домбырада қалай тартылу керектігін көрсететін боламын. Міне ең бірінші төмен жоғары қағаз. Төмен жоғары қағаз 2 рет. Сосын әр қарай міне ең басынан санаймын, астыңғы шектен ұстаймын. Міне пернелер, бірінші перне, екінші перне. Екінші пернені ұстаймын. Міне сызықтың алдынан ұстаймын дәл. Саусақтың ұшымен. Мына 4 саусақ қаз қатар тізбектей орналасады. Мына бас бармақ екінші саусақтың бойында орналасады. Қатар. Осылай тұрады бас бармақ. Мына басам, мына пернені. Сосын бұны төмен жоғары қағам бұны да. Сол кезде бұлай болды. Сосын әрі қарай үстіңгі шектен есептеймін. Ең басынан 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші пернені ұстаймын. Дөңгелек сызық тұр.